Мәселені мақылмен емес, ақылмен шешеді. Шұңқырға толы жердің мұнын Қарақалыққа жеткізу үшін Шығыстың Жарма ауданындағы Сурлы станциясындағы шұңқыр жолдың маңында жолықтым сізбен ағайын. Атым Айбек, атам аты Назарбек. Бүгінгі мәселені қалай шешпек? Қалтамда 570 теңге. Ой, басқасы екен ғой. Жолды айтасың ба сен? Жолды. Ой, жолдың айтпа сен. Жол деген, ой, бач жол деген. Ешкім қарамайды. 90 жылдан бері ешкім қарамайды. 90 жыл күштілеп тұрып трассасын берген, салып берген қайдағы? Одан бері ешкім қараған жоқ. Жол деген бач. Жүруге невозможно. Мынандай, міне, неме сияқты мынандай. Плакаттар сияқты қазір шығады, міне. Қиыннан қиыстырып, белдері қайыспай еңбек етіп, шұңқырларды өз қолымен жауып жүрген тұрғындардың ерен еңбектерін елемейтін үстідегі есуастардың арамызда шибөрше өріп жүр. Не істеп Ой, сол жолдар жауып жатырмын. Әкім вообще қарамайды ғой. Вообще қарамайды. Өзім шыдамсыздан өзім істеп жатырмын. Қазір отырмыз. Мен сізге көмектесейін, қане. Оператор. Мына жерді қитса, үстідегілер қорқып жүрміз. Кеттік, істе онда.